Бәсі, біз деген сәби, осында екен ғой. Күрес басталды. Шынымен ешкім шықпайды ма? Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамы? Мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Әрине ала. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Мәңгілікке Астир, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Палуандар, оған ақшамыз болмай тұр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табылды. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван Балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегендей ақ екен, ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұқан! Көмектес! Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Мықты екен. Керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға! Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет! Күресу керек пе? Қазақтардан арғасқан жігіттер бар. Құдайға шүкір. Жарайсың қазақ! Бәрекелді! Алға қазақ! Міне жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті. Қош емес! Шарт бойынша ақша саған беріледі. Біз біргеміз. Әкеліңіз ақшаны. Сәлеметсіздер ме мырзалар? Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамы? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар.
Gördün mü Muhan? Menimen жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Мәне осылай Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып, ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Ей, мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Әне мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ. Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық. Бастаңыздар. Қазақ. Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ ешқашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 70-тен асқан қарт Қажымұқан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып майданға берді. Сол үшін Сталиннен алғыс хатты алды. Қажымұқан атамыздың жеңістері ұрпағымыздың рухын мәңгілікке
asqақтата беретініне сенімдіміз. Сендер де бүкіл әлем таныған Қажымұқандай балуан аталарыңды әрқашанда мақтан тұтыңдар.